Ассалаумағалейкум баршаңызға. Кингман қалашығы, Аризона штаты, Айдалада орналасқан қалашық қой. Ауыл былай айтқанда. Ауыл деп айтса да болады. Мына Ford Focus. Негізі Юма қаласына бару керек еді. Юма, Аризона. 8-ші федерал тас жолының бойында орналасқан. Ал мен қазір 40-ші федерал тас жолында орналасқан қалашықтан. Бұл жердегі мәселе мына бір көлікті тура тұтынушыға апармай осы жерден тастап кетіп жатырмын. Енді өзім бұндайды жасауды қаламадым ше негізі. Бірақ мына осындай іс-әрекет жасауға түрткі болды ғой. Осы жұмыс жасап жатқан компаниядағы бастықпен, компанияның иесімен біраз келіспеушіліктер болып, сонымен бір доқ қылып сөйлеп, бір шарттар қойып бастап, осымен қойды дегенсің. Соңғы негізі 2-3 апта негізі мазасы болмай жүрген ше, 2-3 апта шамамен 3 аптадан астау. Әңгімеміз жараспай, анаған келіспей, мынаған келіспей. Әйтпесе 3 жыл 2 ай болды ғой жұмыс істеп атқанымызға. Бірге жұмыс істеп атқанымызға ше, сонымен соңғы 3 апта мүлдем тіл табысамай кеттік қой. Мен ананы айтам, ол ананы айтады. Мен мынаны айтам, ол басқа нәрсені айтады. Сонымен мына жерде де соңғы мына қазір тахограф деген болады ғой, электрондық күнделікті. Соны өшіріп қойған, сақтандыру полисынан алып тастаған деген. Сонымен жүк көлігінің регистрациясы дейді ғой, тіркелген номерін соны өшіріп тастаған деген. Амал жоқ, алдыңғы бүгін жұма, алдыңғы сенбі күні сөзге қалып қалдық қой. Содан бастап бір мәселе болған еді. Ақша мен оған қарыз болып қалдым да, қағаздар бойынша. Бірақ ол дұрыс есептемей қалды. Ал дұрыс есептегенде күнделікті әдеттегідей есептеп жүргендегідей есептегенде ешкімге қарыз болмайды. Соны жібер деп қоймай қояды ғой. Оны жібергенде келесі аптадан кейін шеше саласың ғой деп нетсем, жоқ. Сол ақшаны жібересің, осы жерден жұмысты тоқтатамыз деп. Ал мына 7 көліктің бәрін ол кезде жүктеп алған едім. Оңтүстік Каролинада едім. Сонымен болмады. Былай айтқанда мынаны мен мына жерге жауып, мына жерге тығып, өйстіп қалдырып кете салам енді. Бұны апару үшін жолдан сәл төмен жаққа түсіп, кішкене 200 миль ма қосылар еді. Осы бағыттағы жолымнан төмен жаққа түсіп, ояқтан сосын ары қарай Лос-Анджелесқа бару үшін 200 миль көбірек жүру керек болды. Сонымен осындай іс-әрекет жасап кетейін дедім. Мынаған $1000 төлеу керек тұғын. Одан бөлек брокер шопырға емес, тікелей компанияға төлейім, анау-мынау деп миды шыртып атқан. Амал жоқ, осындай іс-әрекетке бару керек болып жатырмын. Сонымен осындай іс-әрекетті ешкімге айтпай, доқ қымай, осылай жасайым, үйтем демей, жай ғана жасап кетіп жатырмын. Енді диспетчер маған хабарласқанда айтамда, осындай тастап кете салдым деп. Солай жағдай бар. Енді мынаны жан-жағынан суретке түсіріп алайын. Сонымен ары қарай кетем. Ары қарай тағы да бір 250 миль қалды. Қазір сағат 6:30 таңғы. Шамамен тағы да 4 сағат 5
4,5-5 сағаттық жол қалды ғой. Бірінші 4 көлік баратын жер. Ана көліктерге бәріне төлеу керек өзіме. Сондықтан оларды өзім апарғалы жатырмын. Сол ұзақ әңгіме негізі. Қызық болса, сосын айтып берейін сол. Неге ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қызық болса айтып берейін бәрін. Ал былай қысқалы нұсқалы осындай жағдай сөзге кеп қалдық. Осылай сау саламат болыңыздар. Ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеле кетіңіздер. Келесі көріскенше.